Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Көптеген оқырмандар Корея елінен Қазақстанға поштаны жіберсек бола ма деген сұрақтарды қойған болатын. Сіздер үшін мінекей арнайы қазір пошта бөліміне келдім. Осы жерде видео түсіріп жатырмын. Мен мінекей пошта бөліміндемін. Коронавирусқа байланысты оңтүстік Кореяның пошта бөлімдері ешқандай мемлекетке пошта қабылдамаған болатын. Тоқтатқан еді соның барлығын. Міне қазір Аллаға шүкір. Қуанышты жаңалық, Кореяның пошталары Қазақстанға пошталарды қабылдап жатыр. Кез келген затыңызды жіберсеңіз болады. Ол үшін өзіңіз тұрған қаладағы пошта бөліміне барып, сол жерде арнайы өзінің қораптары бар, мінекей мынандай картондары, ол размеріне байланысты өте үлкен. Мына жерде мінекей түр-түрі тұр, мынандай әртүрлі. Сол жерге саласыз және үстінде толтыратын құжаттарды толтырасыз. Яғни бұл жерден сіз жіберетін адамның құжаттары толтырасыз және Қазақстанда күтіп алатын мекен-жайын толығын жазасыз. Өзіңіздің заңсыз болсаңыз да куәлігіңізбен барсаңыз, соның өзі жеткілікті. Төлемін жасайсыз және Қазақстанға шығып кетеді. Қазір Қазақстанға аптасына бір рет самолет ұшып жатыр. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік. Жинап қойған тауарларыңызды барлығын жіберсеңіздер болады.